Сәлем баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, достар. Бүгінгі тақырып белгілі актриса Жұлдызай Дүйсенбиева Астана арнасында бақыт құшағында бағдарламасында қонақта болып, өмірінде қызықты әрі маңызды оқиғалар жайлы ой өрбітті. Ол дәрігердің өзіне бала сүйе алмайсың деп айтқанын да жасырған жоқ. Жұлдызайдың айтуынша ол ешқандай ем қабылдамаған, тек Алладан ғана сәби сыйлауды сұраған. Маған мүлдем ана бола алмайсың деді. Сол кезде сезімімді айтып жеткізу мүмкін емес. Сондай сәтте жолдасым өмір серігін бір-ақ ауыз сөзбен мені жұбатты. Егер Алла бізге сәбисіз қол ұстасып өтуді нәсіп етсе, оған да көнеміз деді. Мен ешқандай дәрігерге көрінбедім, тек Алладан сұрай бердім. Ал жүктілік болғанын білгенде мүлдем сенгенім жоқ, тіпті дәрігерге де бармадым. Олар мені бұл сөзім жоққа шығаратындай, соңғы үмітім үзетіндей көрінді. 12 аптасында ғана УЗИге бардық. Сол кезде баланың жүрегі соғып жатқанын естіп, көз жасымды тоқтата алмадым. Шүкір, жалғыз қызым болған соң бала күтуші де жалдамадым. Уақыт тапшы болса да қызыма уақыт табам. Оның барлық сәтін қасында болғым келеді. Ұл берсе де, қыз берсе де саналы қып берсін Алла. Егер Алла бір қыздың рахатын көруді жазса, оған да ризамын, деді Жұлдызай. Не болды? Кешегі подружкам звондап отыр. Қайсысы? Ай, тойына барған ше? Алсаңшы не дейді? Алло? Ресторанға шақырып отыр. Барайық. Қазір ма? Болды, барамыз. Аха. Бара жатырмыз. Давай. Ас болсын.